Киелі кітап бірегей, және оның мағынасы ол барлық басқа кітаптардан өзгеше, оған ұқсас немесе теңдесі жоқ. Оның бірегейлігінің бір саласына қуғындалуға душар болып аман қалуы жатады. Соншама адамдар құртып, жер бетінен жоқ қылғысы келген киелі кітаптан да өткен қуғыншылықты көрген бір кітап болды деп ойламаймын. Құдай сөзі, киелі кітаптан да. Солай бола тұра ол аман қалды. Сансыз қудалауды басынан кешірді. Мысалға, біздің заманымыздың 303 жылдың ақпанында Рим императоры Диоклетиан мәсіхшілікті жою жайында жарлық шығарды. Өйткені ол шынымен мәсіхшілікті Рим мен оның құдайларының арасында тұрды деп есептеді. Және бұл жарлық 3 бөліктен тұрды. Біріншіден, олар мәсіхшілердің барлық қауымдарын талқандау керек болды. Екіншіден, олардың барлық киелі жазбаларын, киелі кітапты жою керек болды. Үшіншіден, оларға мәсіхшілерді өлтіруге рұқсат берілді. Және олар есіктен есікке соға отырып, бір қаладан екінші қалаға жылжып, мәсіхшілердің жанын алып, киелі кітаптарды жойып, қауымдарды өртеуді бастады. Сондай-ақ тек бірнеше жыл өткен соң, Римнің келесі император Константин өзінің әйгілі жарлығын шығарды. Оның мазмұны бойынша киелі кітаптың ең кемелді 50 көшірмесі дайындалып, империяның барлық бөліктеріне жөнелтілді. Құдай өзінің сөзін сол жылдар бойы қорғап қалды. Вольтер 1778 жылы қайтыс болған француз скептигі. Оның өмір сүрген уақытындағы 100 жылдың ішінде киелі кітап қолданыстан шығып, құртылып, естен шығып кетеді деп болжам айтқан. Ал тарих не айтады? Тіпті көп уақыт өткен соң Женевалық киелі кітапты ұжым өзінің бұрынғы ғимаратына көшіп келіп, баспа станоктарын қолдана бастады. Ондағы мақсаты киелі жазбаның мыңдаған көшірмесін басып шығару. Және тарих бізге киелі кітаптың әлі де басылып шығарылуда екендігін көрсетті. Ал Вольтердің өзі баяғыда келмеске кетті. Киелі кітап өзінің қуғыннан аман қалуымен бірегей. Бұл оның шынайы екендігін білдірмейді. Бірақ кез келген шынымен ақиқатты ізденген адамның осындай қасиеті бар кітапқа назар аударады дегенді білдіреді.